Баршаңызға сәлем достар, сіздерге осындай асқабақтан жасалатын сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен пиязды турап аламыз. 2 дана картоп ірі етіп турап аламыз. 1 дана сәбіз ірі етіп турап аламыз. Асқабақты да турап аламыз осылай. Асқабақты жарты келі немесе 600 грамм салсаңыздар болады. Мен 600 грамм салдым. Барлығын турап болғаннан соң үстінен тұз салып, су құямыз. Одан соң жарты сағат қайнатып аламыз. Неге біздің сорпамыз қайнады жарты сағат. Енді блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Неге осылай барлығы біркелкі болып езіліп шықты. Енді менің блендерім кішкентай болғандықтан осылай 2 бөліп езіп алдым. Екінші бөлігін дәл осылай езіп аламыз. Неге барлығын бір ыдысқа құйып алып, үстінен сливки құятын боламыз. Сливкидің проценті 10%-тік, 250 грамм. Осыны құйып, жақсылап араластырамыз. Одан соң бір ас қасық көлемінде сары май салып, 5-10 минут қайнатып аламыз. Неге біздің сорпамыз дайын болды. Енді оны кеселерге құйып, осындай кептірілген нандармен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болады және тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.